Есмағамбеттер отбасы 5 баланың ата-анасымыз. 5 бала тәрбиелеп отырмыз. Үлкеніміз Аян үшін спорт болып өмір салды. Жеңіс пен тәртіп оның басты ұстанымы. Негізінде ер жігітке спорт дегеніміз, дене тәрбиесі дегеніміз болашақта өмірінде жақсы көмектесетін нәрсе ғой. Қызымыздың үлкені Раяна, ол енді музыкаға ғашық. Ән мен әуен оның әлемін аша түседі. Біздің Айлин жас суретші, әрбір бояуы арманға толы. Оның көңіл күйіне қарай суреттер де өзгеріп отырады. Біздің Әлімжанның сүйіктісі ол кітап оқу. Әлемді әр беттен тануы ұнатады өзі солай. Бір кітапты бітірсе, бәріміз бір биік шыңды бағындырғанда қуанамыз. Біз балаларымызды негізі төзімділікке үйретеміз. Біздің отбасымызда ауызбіршілік ол басты құндылық. Өзара түсіністік пен сыйластық кез келген отбасының берік тұғыры деп ойлаймыз. Балаларымыз бір-бірін тыңдап, әрқайсының таңдауларына құрметпен қарауы болашақта үлкен өмірге араласқанда ортаға тез сіңісіп, Абай атамыз айтқандай, әсемпаз болмай әрнеге өмірден өз түсу жолдарын табады деп сенеміз.